Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Миш Жұлдыз. Бүгінгі менің бейне сабағымда сіздерге балалармен ойнауға болатын бір ойын көрсеткім келіп отыр. Бұл ойын дыбыстық ойын деп аталады. Бұл жай ғана ойын емес. Сол себепті бұл ойынға арнайы бір орын және уақыт бөлгеніңіз жөн. Бұл ойын балаларға дыбыстарды түсіну және дыбыстарды ажырату үшін көмектеседі. Дыбыстарды меңгерген бала ары қарай әріптерді үйренуге, жазуға, оқуға дайын болады. Ол үшін бізге үйдегі бар майда әртүрлі заттар, қапшық немесе қорапша қажет. Баланы қызықтыру үшін біз бұл майда заттарымызды қапшығымызға немесе қорапшамызға саламыз. Бұл қораптың ішінде бір сиқырлы зат бардай, баланы қызықтырып, ойынымызға шақырамыз. Есіңізден шығармаңыздар. Біз қазір әріп үйренбейміз, біз дыбыс жайлы айтамыз. Енді балаға көрсетеміз. Мен саған қазір әртүрлі заттар көрсеткім келіп тұр. Менің қолымда Г дыбысынан басталатын зат. Г, гүл. Ю дыбысынан басталатын зат. Юбка. Т дыбысынан басталатын зат. Тарақ. Қалам. Бантик. Осылай заттарды көрсетеміз. Содан баладан сұраймыз, маған Г дыбысынан басталатын затты берші. Иә, дұрыс, бұл гүл. Маған Ю-дан басталатын сөзді берші. Дұрыс, бұл юбка. Маған Т дыбысынан басталатын затты берші. Иә, дұрыс, бұл тарақ. Маған Қ дыбысынан басталатын затты берші. Иә, дұрыс, бұл қалам. Маған Б дыбысынан басталатын затты берші. Иә, дұрыс, бұл бантик. Осылай балаларға неше түрлі сұрақтар қойсақ болады. Маған Г дыбысынан басталатын затты берші, немесе Ю дыбысынан басталатын затты көрсетші, немесе Б дыбысынан басталатын затты алып тасташы деген сияқты әртүрлі сұрақтар қойсақ болады. Сосын заттардың орындарын ауыстырып қоямыз. Содан соң барып балалардан сұраймыз. Мына зат қандай дыбыстан басталады? Ю дыбысынан басталады. Дұрыс. Мына зат қандай дыбыстан басталады? Б дыбысынан басталады. Бантик. Мына зат қандай дыбыстан басталады? Қалам. Деп ары қарай естіп сұрақтар қоямыз. Егер бала қателессе, біз ол баланы түзетпейміз. Тек өзіміз үшін түртіп аламыз да, ертең немесе келесі жолы кешірек ойнаған кезде осы заттарды
қателескен заттарын тағы да алып қоямыз. Бірінші дыбысты естілу үшін ерекшелеп анығырақ айтамыз. Г, гүл деген сияқты. Ойын оңай болу қажет. Содан соң тағы да басқа заттарды сұрасақ болады. Мысалы, үйдің ішіндегі бар заттарды маған Қ дыбысынан басталатын затты алып келіп берші. Бала мысалы қасық алып келіп береді. Оны қорапшамызға саламыз. Маған С дыбысынан басталатын екі зат алып келіп берші. Баланың алып келіп берген заттарын қорапшамызға саламыз. Маған Г дыбысынан басталатын затты алып келіп берші. Маған Т дыбысынан басталатын заттарды алып келіп берші. Т, тарақ. Дұрыс. Маған Қ дыбысынан басталатын заттарды алып келіп берші. Қалам. Дұрыс. Маған Б дыбысынан басталатын затты берші. Бантик. Дұрыс. Осылай заттарды қорапшамызға саламыз. Баланы қоршаған заттардың бәрінің белгілі бір мағынасы бар. Баланың ең алдымен әр заттың қандай дыбыстан басталатынын түсінуі қажет. Осы ойындарды ойнаңыздар балалармен. Бұл ойын сіздерге және балаларыңызға жақсы көмегін тигізеді деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.